Құрметті ардагерлер, әріптестер, баршаңызды Қазақстан полициясы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздік алғалы ішкі істер органдарының қызметкерлері елімізде қоғамдық тәртіп қамтамасыз етіп, азаматтардың құқықтарын сақтау жолында қызмет етуде. Мемлекет басшысы ішкі істер органдарының жұмысына ерекше көңіл бөліп отыр. Халықтың полицияға сенімін арттыру үшін сервистік модельге көшу жалғасуда. Ведомстволық білім беру жүйесіне реформа жүргізілді. Қызметкерлердің әлеуметтік және материалдық жағдайы жақсарды. Жалақы көтеріліп, тұрғын үйге компенсация алатын қызметкерлердің саны өсті. Бұл полиция қызметкерлерінен жоғары жауапкершілікті және қызметтік міндеттерін адал атқаруды талап етеді. Төтенше жағдай мен карантин кезінде қызметкерлер тек өздерінің тікелей міндетін атқарып қана қоймай, адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғау үшін дәрігерлермен бірге алдыңғы шепте жүрді. Елдегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бар күшін салған қызметкерлердің еңбегі жоғары бағаланды. Тәуелсіздік алғаннан бастап 1,5 мың қызметкерлер мемлекеттік наградамен марапатталды. Өкінішке орай, тәуелсіздік жылдары қызметтік борышын орындау кезінде 802 қызметкерлер қаза тауып, 2650 адам жарақат алды. Біз антқа адал болған әріптестерімізді ешқашан ұмытпаймыз. Батырларымыздың рухына мәңгілік тағзым. Ардагерлеріміздің де полицияның дамуына қосқан еңбегі ерекше. Жас қызметкерлерді тәрбиелеп, жаңа форматтағы полицияның бейнесіп қалыптастыруға қосқан үлесі үшін үлкен алғыс білдіремін. Құрметті ардагерлер және әріптестер, бүгінгі кәсіби мереке күні сіздердің отбасыларыңызға зор денсаулық, бақыт пен байлық, отанымыз Қазақстан Республикасын өркендету жолындағы қызметтеріңізге табыс тілеймін.